Армысыздар қымбатты көрермендер. Бүгін сіздер көпшіліктің жүрегінен орын ала білген «Махаббат ертегісі» телехикаясының соңғы бөлімін тамашалайтын боласыздар. Соңғы бөлімде кейіпкерлерді қандай шешімдер, қандай сезімдер күтіп тұрғанын бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік. 20 күн өткеннен кейін Махир түсінде әйелінің босанғанын, әкесінің әрқашан жаныңдамын деген сөздерін естиді. Ол Жанфизаға звондап түсімен бөліседі. Ферман Афеткүлдің жылағанына шыдай алмай отырады. Афет есін жоғалтып, бұл кімдер деп сұраумен болады. Сара әжесінен келеді. Изра олмен сөйлеспейді. Сара оған ренжіп, екеуі сөз таластырады. Ол Израға бөтен болғасын кешіргің келмейді ғой, солай ма деп ренжіп кетіп қалады. Махирге басшысы бұл істің артында Асафпен бірге тұрған 4 кісінің тапқандарын айтып, оның жұмысына мақтау айтып, бірер жылдан кейін Стамбулдан кететінін жеткізеді. Басшысы Махирге алғыс хат табыстайды. Сара Озанға келеді. Ол одан анасын сұрағанда, Сара, анам мені тастап кетіп қалды, хат-хабарсыз жоқ болып кетті дейді. Екеуі Күршатқа тіс қайрап отырады. Сара оған, Жанфизамен сөйлеспеймін, Салихпен бәрі бітті, мен кететін шығармын деп ойлап отырғанда, Озан оған, қорықпа, мен бармын дегенде, Сара болса, сен бірер күннен кейін қамауға алынасың, ұмытпа дейді. Озан оған, мені тұтқындамайды, мейрамға дейін мен мына жерден шығып, Күршатпен есеп айырсамын, кейін Илиф екеуіңді алып кетемін деп айтады. Ол Сараға, менен жаңалық күт, ойлан деп тапсырады. Сүрия Жанфизаға сыйлық табыстайды. Ол оған тамсанып отырғанда, әлгі Ферманның қойы ауладан шығып кетеді. Олар қорқып қойды іздеумен болады. Гүлизар Күршат пен Кемалдың зиратына келіп тұрғанда, оларды Афеттер көреді. Афет Ферманға ұлдарын есіне алып жылайды. Махир жолда келе жатқанда әкесін көрген түсін ойлап, Жанфиза қуанатын болды деп келе жатады. Ферман қойын іздеп мұңайып отырады. Ол Сүрия мен Асаф пен Афеттің істерін айтып сырласады. Жанфизаға Махир қыз туылатынын айтып, әкесін түсінде көргенін, оған әкесі сыйлық табыстап, шашқа тағатын бұйым бергенін жеткізеді. Барлығы айт мейрамына дайындалады. Илиф әкесіне келеді. Ол қызына жақын арада алып кететінін айтып, атаң жақында қайтыс болады дейді. Кенет полицей Илифтің шығуын өтінеді. Оны Күршат алып кетеді. Жекежайда бәрі дастархан басында отырады. Махир Күршаттың Озанға барғанын естиді. Махир оған ертең оны ауыстыратынын жеткізеді. Сара Жанфизаға келіп кешірім сұрайды. Ол болса, мен сенен көңілім қалды деп кетіп қалады. Сара Озанның сен бұл үйде ешкім емессің деген сөзін есіне алады. Озанға дәрігер телефон алып келеді. Ол шошып, сені кім жіберді дегенде, дәрігер болса, звондағанда білесің дейді. Сара дастархан басындағыларды көріп, сен бұларға тек қызметшісің деп өзін ойлап көңіл түседі. Махир атасының бөлмесінде оның заттарын қарайды. Кенет Махирге жазылған хат тауып алады. Асаф оған хат жазып, өзін кінәлап, әкеңмен қоштасқанда ол мені кешірді. Алайда сен кешіре аласың ба білмеймін, сені жақсы көремін. Бұл ақшаларды өз отбасыма жұмсамадым. Бұл ақшалар жоғарыда көрсетілген шотта жатыр. Қалған мұра әкеңнен қалған ақшалар деп Махирден кешірім сұрайды. Ол болса шарасыз күйде жылаумен болады. Озан қоңырау күтіп отырғанда оған Селим звондайды. Ол оған тездетуді бұйырады. Ол алдымен Күршатты өлтіремін, бірақ мен емес басқа біреу жасайды дейді. Күршат Озанның сөздерін есіне алады. Бір кезде Илиф оның жанына келіп, сен өлмейсің ғой, солай ма деп сұрайды. Ол болса, мұны қайдан шығардың дегенде, Илиф оған әкесі солай дегенін жеткізеді. Махир әйеліне ішіндегі сырымен бөлісіп, атасының күнәсін айтып, әжем саған кісі өлтірушінің қызы деуші еді, өзі де сотталуда. Анамды есінен адасқан дейтін, өзі де сол күйде. Көрдің бе, бұл өмірде адам әр айтқан сөздеріне, әр айтқан істеріне жауап бермей өмірден өтпейді дейді. Күршат анасына келіп, біртүрлі сезімде жүрмін, жайсыз нәрсе болатындай, өмірімде бірінші рет болып тұр, біртүрлі қайтыс болатын сияқтымын деп анасына дұға оқуын өтінеді. Озанды полицейлер түрмеге алып бара жатады. Кенет көлік тоқтап, оған полицей, саған Селимнен хабарлама келді, енді боссың дейді. Оны басқа көлік күтіп тұрады. Сара ойланып отырады. Кенет оған Озан звондап, қазір келемін, ешкімге білдірмей Илифті алып шық деп бұйырады. Тек Илиф емес, Жанфизаны да алып шық деп айтады. Махир атасына келіп, сені кешіре алмаспын, ішкі жан дүниемді түсіне алмассың. Сенің үкіметтен алғандарыңды кері қайтарамын, бәріне үлесін беремін, дегеніңді орындаймын. Сені кешірем, бірақ енді кездеспеймін деп шығып бара жатқанда, кенет дәрігерлер шауып оған көмекке келеді.
Ол атасының әрбір сөзін есіне алады. Бір кезде Асаф мына өмірмен қош айтысады. Афет оны сезгенде Асафты ойлап тұрады. Жанфизаға Сара звондап сөйлесуге жағалауға шақырады. Оның жанында Озан отырады. Жанфиза кездесуге шығарда Махирге звондап оны ала алмайды. Кürшат Озанға келгенде оның қашып кеткенін естиді. Сара жекежайға Жанфизаға келгенде ол Озанды көріп кетпек болғанда көлік қозғалып кетеді. Махир үйге келіп Асафтың өлгенін жеткізеді. Кенет Махирге полицей звондап Озан қашып кеткенін айтады. Сүрия Махирге Жанфиза Сарамен кездесуге кеткенін жеткізеді. Махир оларға звондап ала алмайды. Бір кезде Озан Жанфиза керек болса өзің алып кет деген хабарлама жібереді. Кürшат үйдегілерге келіп, Сара қайда деп байбалаң салып жатқанда, оған Озаннан дәл сондай хат келеді. Озан Жанфизаны байлап ұстап есеп беретін уақыт келді деп Махирлерді күтіп жүреді. Кürшат пен Махир әлгі жерге келеді. Озан оларға видеомен звондап тапсырма береді. Ол Кürшатты Махир өлтіргенін қалайтынын жеткізеді. Ол Махирге Кürшатты ат деп бұйырады. Махирдің көз алдынан бүкіл өмірі өтеді. Ол оны өлімге қимай тұрғанда, кенет Махир Кürшатқа оқ атады. Осылайша ол өз қалауынсыз әкесінің кегін алады. Кürшат жерге құлап түседі. Бір кезде оқтың дауысы естіліп, ішке қарай кіргенде, Сара оған оқ атқанын естиді. Сара дереу Жанфизаны құтқарып босатып жібереді. Арада 6 жыл уақыт өтеді. Олардың Мариям деген қыздары туылады. Афеткүл де өсіп қалады. Гүлизар Афетке келіп, оны жиынға жинамақ болады. Афет болса, өзін 15 жастағымын деп ойлап, мені тұрмысқа бермекші деп ойлайды. Ол Ферманды әкесі деп санап, одан қорқып деген істейді. Мариямның туған күніне Мавиш пен Эзра балаларға тәтті дайындап жатырғанда, оларға Сара ойыншықтарымен келеді. Афет сәнденіп алып, Урфаға Асафты іздеуге шығуды ойлайды. Махир мен Салих Сара мен Жанфиза туралы әңгімелесіп отырады. Бір кезде Махирге банктен ақша жойылғаны туралы хабарлама келеді. Ол Салихке Жанфизаның ақшаны аямай жұмсайтынын айтып әзілдеп отырады. Ферман Сүрияға мал шаруашылығымен айналысқысы келетінін айтып, жоспарымен бөлісіп тұрғанда, Гүлизар келіп Афеттің үйде жоғын жеткізеді. Афет саябақта жүргенде ол журналистерді көреді. Ол әлгі жерге жақындағанда, олар оған сұрақ қоя бастайды. Афет болса, мен олай істемедім. Жанфиза өзі шатырдан құлап түсті. Севданы теңізге мен итермедім деп баяндап тұрады. Кенет Афет, мен үйден қаштым, әкем мені тұрмысқа бермекші деп әр нәрсені айтады. Жекежайда туған күнге дайындық жүреді. Афет ойланып отырғанда оған бір қыз келіп, сіз мұнда ұзақ отырсыз, біреуді күтіп отырсыз ба деп сұрайды. Ол болса, Урфаға жігітіме қашып бара жатырмын. Мені Зивер деген адамға бермекші. Мен Асафты жақсы көремін дейді. Әлгі қыз оған вокзалға дейін жеткізетінін айтып алып кетеді. Ол Афетті полицей бөлімшесіне алып келеді. Махир әжесін көреді. Ол әжесіне Асаф келді деп жекежайға алып кетеді. Барлығы Мариямның туған күнін тойлауға кіріседі. Оларға Сара мен Салих те қосылады. Кürшат та немересін құттықтауға келеді. Кейін олар Афеттің журналистерге берген сұхбатын көреді. Ферман мен Махир өткен өмірлерін есіне алады. Махир өзінің жекежайға алғаш келген күнін есіне алады. Гүлизар Эзраның заттарын жинап береді. Эзра оған Денизлиге Мавиштің жанына баратынын айтады. Гүлизар Денизлиге бармағанын айтқанда, Кürшат оны сол жерге апаратынын, таклык үңгірін көрсететінін жеткізеді. Келесі күні Махирлер Денизлиге шықпақ болады. Отбасылары оларды шығарып салады. Махир әжесімен қоштасады. Олар Эзраны алып Жанфиза мен Марияммен жолға шығады. Олар жол жүріп келе жатқанда әжесі Мариямға Жанфиза айтқан ертегісін айтады. Достар, осымен махаббат ертегісі телехикаясы өз мәресіне жетті. Менімен бірге болғандарыңызға алғысымды білдіремін. Ал енді алда одан да тартысты жаңа сериал түріктің әйгілі актрисасы Неслихан Атагүл ойнайтын Шырмалған тағдыр телехикаясының шолуларын арнамнан тамашалай аласыздар. Ендеше арнамнан алыстамаңыздар. Назарларыңызға рахмет.